Қайырлы құрметті солтүстік қазақстандықтар, тікелей эфирде таңғы шай сазды ақпараттық бағдарламасы мінеки қонақ Кәди Айдарда өз кезегіне келіп жетті. Бүгін бізде студияда қонақта Астана қаласы Қазақ ұлттық өнер университетінің түлегі, күйші Еңлік Тілеулі қыздарыңыз келіп отыр. Қош келдіңіз, Еңлік, біздің студиямызға. Рахмет. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Осы бағдарламаға келгеніме өте қуаныштымын. Бәрекелді, бізде сізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Біздің таң өзіңіз байқағандай таңғы шайдан басталады. Ал сіздің таң қалай басталады? Біздің де таңымыз шайдан басталатын болды. Тұрып. Тамаша. Енді қазақтың қара домбырасын алып келіп отыр екенсіз, күйші екенсіз. Қай жасыңыздан бастап осы домбыраға деген қызығушылығыңыз пайда болды? Мен кішкентай кезінде екінші сыныптан бастап осы негізі ән айтып жүретінмін. Қожаберген Жырау атындағы 6-шы мектебінде оқитынмын. Сол кезде менің әншілігіме деген қасиетімді мұғалімдер ашқан, көрген. Мен қалалық, сосын облыстық сайыстарға қатысып жүретінмін. Сол кезде мені дарынды өнер мектебіндегі мұғалімдер көріп, бізге түсеғу балам деп шақыратын. Сол кезде мен 5-ші сыныпты тәмамдаған кезінде, 6-шы сыныпқа көшіп жатқан кезінде, осы дарынды балаларға арналған өнер мектебіне домбыра сыныбына түстім. Онда мен Ғафуров Қайрыл Қалбекович деген өзіңіз білесіз ғой, облыстық филармонияның дирижері және де домбыра пәнінің мұғаліміне түсетінмін. Содан кейін 9-шы сыныпты тәмамдағаннан кейін осы Петропавл қаласындағы өнер колледжіне түстім. Сол кезде Күдерова Төген Кәбиқызына түскенмін. Біз сол кісімен бірге осы сайыстарға қатысып талай жер көргенбіз. Тамаша. Домбыра тарту қасиетті өнер. Екінің бірінің басына қона бермейді. Қос ішектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді біздің дана халқымыз. Осы кезекте бұл дәстүр, бұл өнер, қасиетті өнер сізге кімнен дарыды? Менің тегімде өзімнің рум арғын, оның ішінде Атығаймын, Атығайдың ішінде Қойлы Атығаймын. Менің өзінің тегінде Қойлы Атығай деген кісі бар, ол кісі Түркістанда жатыр. Кезінде Түркістанды қорғаған, өзінің ақындық қасиеті бар, жыраулық қасиеті бар адам болатын. Менің өзінің аталарым да домбыраны қолға ұстап, тартып, өлең айтып жүретін. Сол әншілік қасиетімен өздерінің ауылдарында танымал болатын. Яғни атадан балаға мирас болып келген мұра дейсіз ғой. Бәрекелді, тамаша. Енді қазіргі таңда мына күйшілік өнерге деген халықтың сұранысы, қызығушылығы қандай? Сіздер енді ел аралап жүргеннен кейін, гастрольдік сапарлармен барып жүргеннен кейін біздің халқымызға кеңірек айта отырсаңыз, осы күйге деген қазіргі таңда қызығушылық қай деңгейде? Қызығушылық дегенде біздің республикамызда әрбір мереке болсын, наурыз болсын, 8-ші наурыз болсын, кез келген мерекесінде домбыраның қатысуымен өтеді. Сұраныс өте жақсы. Қазіргі таңда республикалық деңгейде домбыраны, сосын дәстүрлі өнерді көтеруге өте салысып жатыр мемлекет. Тамаша. Өз мамандығыңыз бойынша өнер университетінен бөлек өнер колледжінде оқыдыңыз, Мына өнер университетіне түсуге не түрткі болды? Менің бір арманым болатын. Осы Петропавл күйшілік мектепті дамытамын деген, сосын Петропавлдың өзінің күйшілері бар ау деген, сондай атын шығаратын бір күйшілер болса ғой деп, сондай арманым болатын. Мен кішкентай кезінде Айгүл Кембаева, Қарша Ахмедияр деген, Дина Нұрпейісова деген күйшілерге, Құрманғазы деген күйшілерді қарай отырып, оларға қарай отырып үлгі алғым келетін. Мысалы, академияда Жанғали Жүзбай деген, сосын Орынбай Дүйсен деген өте көп сондай профессорлық атақтары бар, жақсы мұғалімдер өте көп. Сол кісілерге түскім келген. Енді Құдайға шүкір, профессор, еңбек сіңірген қайраткері Жанғали Жүзбайдың сыныбына түсіп тәмамдағанмын. Енді Жанғали Жүзбаев халқымызға белгілі дәулескер күйші екенін барлығымыз білеміз. Ұстазыңыз туралы
жаңағыдай кеңірек айтып отырсаңыз, ол кісінің қандай қасиеттерін бойыңызға дарыттыңыз, болмаса оның оқу, сабақ беру, жаңағы күйшілік өнерде сабақ берген кездегі өзінің қыр-сырлары қандай? Ол кісі өте ақкөңіл кісі. Ол кісі шебер, шертпе күйдің шебері деп атайды. Ол кісі негізі шертпе күйді көтеру жағынан өте көп еңбек сіңірген. Ол кісі талай кітаптар шығарған. Қазіргі таңда ол кітаптармен бүкіл республикада балаларды оқытады, студенттерді оқытады. Ол кісінің орны бөлек. Тамаша. Күй өнерімен осы күнге дейін жеткен жетістіктеріңіз болса, сол туралы кеңірек айтып отырсаңыз. Қандай конкурстарға қатыстыңыз? Мен негізі өзім республикалық халықаралық конкурстардың лауреатымын. Біз талай Төкен Кабиевнамен республиканы аралап сайыстарға қатысып, шетелге де шығып лауреат болдық. Тамаша. Ең бірінші менің сайысым Ақтау қаласында, ол кезде 16 жасында болатынмын. Ең бірінші дипломды қолға алатынмын. Сол сайыстан дипломды алғаннан кейін ары қарай лауреат болам деп, солай алға қарай үміттеніп, алға қарай солай. Алға қойған мақсатыңызға қол жеткізу жолында үлкен еңбектерді өткердіңіз дейсіз ғой. Тамаша, олай болса, қонақ кәде айдарына келіп отырғаннан кейін біз сізге қолқа салғымыз келеді. Бізге бір күй орындап берсеңіз. Қарабақбайдың Молқоңыр деген күйі. Рахмет еңлік. Болашақтағы қандай армандарыңыз бар? Болашақта осы домбыраны халықаралық деңгейде талай қазіргі таңда біздің домбырамызды енді шет мемлекеттер біледі, таниды. Біз студенттік кезінде былтыр Францияға барып келгенбіз, талай жерлерге, Түркияға барғанбыз. Көп жерлерге барып домбырадан күй тартып, жеке оркестрмен шығып, өзіміздің өнерімізді көрсеткенбіз. Сол менің арманым, осы Петропавлдық өзінің күйшілік мектебінің ашылса екен ертең. Мысалы, қазіргі таңда біз Құрманғазыны білеміз, бізде негізі күйшілік мектептерде Құрманғазының өзінің, Батыс Қазақстанның, Шығыс Қазақстанның, Жетісудың өзінің
әрбір күйшінің өзінің күйшілік мектебі бар, мысалы шертпе күйлерге. Ал мысалы біздің арқамызда Тәттімбет деген солтүстік пен орталық Қазақстан өте тығыз байланысқан. Соны енді ғылыми тұрғыда мысалы да күйшілердің біздегі біз Қожаберген жырауды білеміз ғой. Демек, егер бізде жыраулар болса, термешілер болса, мысалы сегіз сері деген, ақан сері деген бізде сондай серілер болса, демек күй де бізде кезінде сондай бір болатын деген сөз. Соны енді ғылыми тұрғыда бізде енді сол ашылып, мемлекеттік деңгейде көтерілсе екен деген сондай бір арман бар еді. Өте тамаша. Біз сізге арманыңыздың орындалуына үлкен тілектестік танытамыз. Еңлік, енді әңгімеден ауытқып, поэзияға сіз қалай қарайсыз? Поэзияны өте жақсы көремін. Поэзия... Қандай ақындардың өлеңдерін оқығанды ұнатасыз? Мағжан Жұмабаев. Өзіміздің жерлес ақынымыз Мағжан Жұмабаев. Тамаша. Олай болса, біз кезекті поэзия әлем айдарына бергіміз келеді. Содан кейін қонақ кәде айдарын ары қарай жалғастыратын боламыз. Кезек поэзия әлем айдарында. Тұлпар күнді ағытып ап белдеуден, самал кешіп салқындаған өркеуден. Тереңіне тастаса да тұтқындап бұл жүрегім, танбай қойды-ау сендеуден. Мәні қалмай сенсіз өткен кезімнің, дүниеден келгенде еді бесіңкім. Кеудемдегі кер маралдай іңкарлық жаным жарқын, бейнең екен өзіңнің. Түннің шашын жаңбыр жуып малмандай, бұлт астына мені ертіп алғандай. Жақпар қуған жаңғырықтай шаншылар, үзік-үзік ой мақам жалғанбай. Жанарыңда жылы мұңға шөлдеумен отқа айналды денемдегі өркеудем. Есіміңді қайталаумен алқынып, өтер өмір сендеумен. Мен сізді ұнатамын, сізді ойлаумен атады бұл атаңым. Жалғыз арман жанымды жайлап алып, сенделемін, үмітпен бір атамын. Төкеместей әлемдік айыптаулар, не ұмтылған асқарым, жыр атағым. Мүмкін ессіз осы бір сезіммен біреулерді өксітіп жылатарым. Не өзімді даңқтың тұғырынан, мүмкін тіпті бір жола құлатарым. Жанса бағым, бәріне де дайынмын, қарсаламын үзіліп қалса дәнім. Біреулердің күңкілін, жазғыруын, мысқылымен өсегін баршаларын. Соның бәрі тұрмайды жалғыз ғана, сәтімізге қауышар аңсағаным. Бірге жұтар ләззатты таң самалын, жырлап өтем, белді будым алдағы сынға бекем. Арып алсам асудан мұңнан өтем. Сізге жетер жолымда кешем бәрін, мені тоқтата алмайды тұлға бөтен. Арпалыссыз, армансыз, мұңсыз күндер, жайбырақат тірліктің құндағы екен. Соның бәрін де сезімімнің жолында құрбан етем. Ал анашым, қуаныңыз күліңіз, бір сырым бар, іште жатқан біліңіз. Әппақ жүзді айдай әсем бір қызға ғашық болып, қалды сірә ұлыңыз. Сол арумен жарасады шат көңіл, бізді сірә күтіп тұрау тәтті өмір. Қабақ шытып ренжуді білмейтін мама сіздің келініңіз ақ көңіл. Он саусағы өнер тамған сиқырлы, сол ару ғой ұрлап жүрген ұйқымды. Дидарына тамсану ақ қарайтын мама сіздің келініңіз сүйкімді. Мендік жүрек мұз еді ғой жаураған, сол ару кеп жүрегімді жаулаған. Сенесіз бе сөздеріме анашым, келініңіз өзіңізден аумаған. Жүрек адал, мөлдір таза сезімі, тек бір Алла иманы мен сенімі. Таң атпастан ақ самаурын қайнатар, мама сол қыз біздің үйдің келіні. Құрметті солтүстік қазақстандықтар, тікелей эфирде таңғы шай сазды ақпараттық бағдарламасы. Бүгін біздің қонақ кәде айдарының қонағы Астана қаласы Қазақ ұлттық өнер университетінің түлегі күйші Еңлік Тілеулі келіп отыр. Қош келдің, Еңлік, біздің студиямызға. Көңіл күйің қалай? Өте жақсы, рахмет. Тамаша, әңгімемізді ары қарай жалғастыра отырайық. Енді мына күй өнерін меңгерген екенсің. Бұл күйшілік өнерден бөлек бос уақытыңызда тағы да қандай істермен шұғылданғанды ұнатасыз жалпы? Мен түрлі көрмелерді,
қарауды жақсы көремін. Астанада көрмелер өте көп болады. Сосын бизнес туралы кітаптарды көп оқимын. Жалпы театрға да қызығушылығым бар, театрға барып тұрамын. Қараймын. Кішкене спортпен шұғылданамын. Сондай. Соңғы көрген спектакліңіз қандай? Мен Астанада барған. Атын қалдым, шын айтсам. Тамаша. Енді менің білуімше, сіз күйшілік өнерден бөлек жеке ансамбль құрып, соған жетекшілік етеді екенсіз. Сол ансамбль туралы біздің көрермендерімізге кеңірек айтып отырсаңыз, ол қандай ансамбль құрамында кімдер бар? Бізде Мәңгілік Сарын деген ансамбль бар, қазақ фольклорлық ансамбль. Оның ішінде домбырашылар кіреді, қыл-қобызшы кіреді, прима қобызшы, бас домбырада ойнайтын, сосын дауылпазда, дарабукада ойнайтын адамдар бар құрамында. Оның ішінде филармонияда жұмыс істейтін, бізде академияның түлектері, содан кейін шабыттың ішінде оқитын студенттері де бар. Біз негізі түрлі концерттерге қатысамыз. Бізде өткен концертте 22 наурызда велотректегі президенттің қатысуымен өткен іс-шараға қатысқанбыз. Тамаша. Өздерінің тырнақалды жаңағы жетістіктерінің бірі дейсіз ғой, өте тамаша. Енді бұл жетекшілік ету өте қиын дүние, менің білуімше, өйткені оларды басы-қасында жүріп, оларға жаңағыдай бағыт-бағдар беріп отыратын арнайы адамға өзіңізге жүктелетін міндет қой. Бұған киім табу мәселесін барлығын кім шешеді? Мен. Өзіңіз қолға алып? Да, осы киімдерді өзіміз тіктірдік. Өзіміздің киімдеріміз бар. Ұлттық нақыштағы, яғни? Ұлттық нақыштағы. Тамаша. Олай болса еңлік жұп болсын, біз сізден тағы да бір күй сұрағымыз келеді. Меймахамбеттің өкініш деген күйін тартып берейін. Тамаша. Бәрекелді, көп рахмет сізге еңлік.
Бізді көріп отырған көгілдір экранның ар жағында тамашалап отырған ағайын туыс бауырларыңыз болса, университетте бірге оқыған группаластарыңыз болса, сәлем жолдауларыңызға болады. Мархабат. Баршаңызды келе жатқан 7 мамыр батырлар күнімен құттықтаймын. Сіздерге өмірдің бар жақсылығын, Алланың қолдауын, армандарының орындалуын, біздің еліміздің, жеріміздің тыныштығын, бәріңіздің де денсаулықтарың зор болып, әрдайым күлімсіреп жүруіңізді тілеймін. Бәрекелді. Көп рахмет, еңлік. Бүгін біздің студиямызға таңғы ұйқыңызды қиып, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Алла расуларыңыз бен бағындырар белестеріңіз молынан болсын, армандарыңыз орындалсын. Біз де сізді келе жатқан айтулы мерекелермен құттықтаймыз. Деніңізге саулық тілейміз, бар жақсылық тілейміз. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, осымен таңғы шай өз мәресіне келіп жетті. Арайлап атқан әр таңдарыңыз бақыт пен қуанышқа толы болсын. Жақсылықта жүздескенше. Жұрттың балалары қайда барады, саналы сарқылған баралы. Аруларым қайда, кең даламыздың ер маралы, бағалы. Кейбір сұлуларды көрген кезде намыс қалауы жанады, жанымыз жаралы. Әлім сақтан батыр, қазақ еді қайсар тұғырлы, білімді халқым қандай бүгінгі. Қолдарымыз құтты, жүректері түкті білдікті, тұлымды. Қыздарымыз біздің инабатты сұлу қылықты, бұрынды, ұмытпаңдар тілімді. Абай атам хәкім, демек беді өлеңге таласады әркім. Ерліктің дастаны, қазақтың жастары,